Сәлем достар! Алдыңғы видеоларымда сіздерге мен әлемдегі ең ерекше адамдар жайлы көрсеткен болатымын. Ал бүгін дәл осындай Қазақстандағы ең ерекше 5 адам жайлы видеоны назарларыңызға ұсынбақпын. Видео басталмай жатып, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қарда жалаң аяқ жүретін адам. Арал ауданы Абай ауылының тұрғыны Абай Әбішев елден ерекше жан. Ол қыстың қақаған аязында қарды жалаң аяқ басып жүре береді. Қазіргі кезде 52 жасқа келген Абай ағамыз қарды жалаң аяқ басып жүруінің себебін былай баяндайды. Ұзақ жылдар бойы тамағын баспа ауру мазалап, тіпті төсек тартып жатып қалған кездері болған. Дәрігерлік ем-дом оқи отырып осындай шешімге келген. Осылайша қарды жалаң аяқ басу арқылы ауруынан құлан таза айығып кеткен ұқсайды. Абай ағамыз әрі қылқаламды серік еткен суретші де екен. Қазақстаннан шыққан темір адам. Баянауылдық Жеңісбек Қадырұлының денесін пышақ кеспейді. Ол 12 жасында қой бағып жүріп түс көріп, содан кейін денесін пышақ кеспейтінін білген. 24 жасында Көкшетауда өткен облыстық жігіт сұлтаны байқауында алғаш рет сахнада денесін пышақ кеспейтінін көрсетіп, жүлделі орынға ие болған. Жеңісбек одан бөлек 16 келі кіртасын шыр көбелек айландырып, 32 келіні мойнымен көтереді. Жеңісбек тіпті тастарды да бағындырған. Кеудесіне үлкен тасты қойғызып, балғамен ұрғызады екен. Қазіргі кезде 45-ке келген Жеңісбектің мақсаты Гиннестің рекордтар кітабына ену. Қазақстандық магнит адам. Қызылорда қаласының тұрғыны Нартай Тұрсанов бойында магниттік биоэнергиясы басым болғандықтан темір терсекті денесіне жабыстыра алады екен. Нартай ағамыз өзінің бойында тылсым күш бар екенін 20 жыл бұрын байқаған. Әйелімді ертіп, сарайдағы денеге ыңғайлы балта, балға секілді темір терсектерді жабыстырдым дейді. Нартай ағамыздың айтуы бойынша, ол 100 кг салмақты құрайтын темір терсекті денесіне жабыстырып көтере алады екен. Алайда қарапайым қызылордалық тұрғын бойындағы осы бір ерекшелікті әйгілеуді әбестік санайды. Бұдан бөлек ол денесіне тек темір ғана емес, шыны, ағаш сияқты бұйымдарды жабыстырады екен. Нартай ағаның денсаулығында ауытқу жоқ. Тіпті дәрігерлер 55 жастағы азаматтың денсаулығы жалындаған 25 жастағы жігіттің иммунитетімен пара-пар деп таңғалған. Қазақстандағы ең ұзын адам. Қазақстандағы ең ұзын адам Шымкент қаласының тұрғыны Қалдыбай Атажанов. Оның жасы бүгінде 63-те. Ал бойы 2 метр 14 сантиметр, салмағы 105 килограмды құрайды. Қалдыбай ағамыз Шымкент қаласындағы жоғарғы оқу орындарының бірінде 30 жылдан бері ұстаздық етіп келе жатыр. Қалдыбай ағамыздың айтуы бойынша, оған ешқандай атақтың керегі жоқ, және де Гиннестің рекордтар кітабына енуді қаламайды екен. Жүрегі оң жағында орналасқан қазақ қызы. Малика Тәкенова мүдірместен кез келген сөзді керісінше айтып бере алады. Мұндай қасиет оның бойында бала кезден бар. Ғалымдардың мәліметіне сенсек, бұл 10 миллион адамның тек біреуінде ғана кездеседі. Оның ішкі ағзаларда өзгеше орналасқан, яғни жүрегі оң, бауыры сол жақта, қан айналымы да кері жүреді. Малика дәл қазір Көкшетау қаласындағы жоғарғы оқу орындардың бірінде информатика пәні бойынша магистратурада білім алып жүр. Дарынды қыз үнемі ізденіс үстінде, кітап оқығанды ұнатады екен. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған QLife арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.